Саламатсыздар ма? Ал енді бүгінгі сабағымыз сіздер өткен сабақ Наурыз облыстың ұлы күні өткен 2 мәтінді оқып өттіңіздер. Бәріміз кітабымызды ашамыз. Кітаптарымызды ашыңыздар. Наурыз облыстың ұлы күні өткендегі тақырып. Жалпы тақырып осы. Наурыз облыстың ұлы күні. Қазір енді топтық жұмыс бойынша сабақ жасаймыз. Ең бірінші 2 топқа бөлініп аламыз. Бұл 2 топқа қалай бөлінеміз? Топқа бөліну бұл қазақ және де наурыз деп 2 топқа бөлінеміз. Сол топқа бөлінуде мына жерден келіп нені аласыздар, бір кішкентай қағазды аласыздар, сонда ішінде жазылған бойынша топ бойынша алмасып отырасыздар. Келіңіздер, алыңыздар, бастап. Бір қағаз қазақ тобындасыз ба? Онда сіз қазақ тобы мына жаққа барады, содан наурыз тобы мына жаққа барады. Кезекпен алыңыздар, болып жүреді. Наурыз тобы мына жаққа барады сіз. Келіңіздер, бәріңіз келіңіздер, мына жаққа барады, келіңіздер. Екінші жақ, бұл топ қазақ. Мына жаққа барасыздар. Наурыз мына жаққа барасыздар, сіздер келіңіздер енді. 2 бала мына жақта қалды, 3 бала мына жаққа барды. Қазақ дұрыс, әмейлі мына жаққа барасыз. Наурыз мына жаққа барасыз. Қазақ мына жерге келіп отырасыз. Енді неше бала қалды? Siz Kazaksınız mı? Kazak? Mına жерге келдіңіз, мына жерге. Мына жерге келіңіздер, осылай араласып отырамыз. Ты помочь можешь? Вот это называется. Просто переложить куда-нибудь туда. Спасибо. Осылай араласып отырамыз. Енді келесі ең бірінші қысқа видео көреміз. Наурыз қашан алғаш рет құрылды, қашан тойлана бастады деген. Наурыз мейрамы тойланды. Қазақ жерінде ең алғашқы мейрам. Не сол мейрамдағы мына көрінісі. Мынау ат жарыс, қыз бен қыз қуу деп аталады. Яғни қыз алдыға келеді де, еркек болса артынан қуады. Одан кейін барып мына жерде көрінеді. Міне, осы ат жарыс, халық осылай жиналып, ат жарыс өткізетін болған. Наурыз мейрамы осылай өткізіледі. Мынау киіз үйлер құрылған. Одан кейін барып, мынау әжелер өздері бөлек құрақ көрпе тігеді, одан кейін барып жын несін жасайды, жаңағыдай киімдер жасайтын болған. Мынау қазақ қыздары, сіз секілді қыздар, кішкентай қыздар осына қарап үйренеді. Міне анасынан, әжесінен. Міне мынау жалпы жаңағы жасап отқан мынау сиырдың шегі. Міне осы шектен осылай не жасайтын болған? Жұп, я болмаса тағы да басқа дүниелер жасайтын болған. Көріп отырсыздар ғой, иә? Міне мынау малдың жаңағы шегі, одан кейін барып басы деген секілді дүниелер. Осыны қыз балалар таратады. Міне қазақ әйелінің негізгі символы ол орамал. Көрдіңіздер ме? Мына жерде орамалсыз әйел адам жоқ. Мына жерге қарай кетеміз. Міне мынау ең соңғысы осылай ер азаматтар отырып жиналып жаңағы жасаған адамдарға бата беретін болған. Ал енді келесі біздің тақырыбымызға ойыссақ. Сөздік жұмыс. Енді келесі жұмысымыз біздің сөздік жұмыс. Осы сөздік жұмыстарымызды дәптерге жазып аламыз бір 3 минутта. Осы сөздік жұмыс жазып аламыз дәптерге.
Budan ары қарай басқа жұмыстар жасаңыз. Немесе бір-бірлеп оқимыз. Бастап мынау қазақ тілін бастап оқыңыздар. Ең бірінші даналық деген сөзді оқып тоқтар, стоп. Мына жақтағылар оқысын енді. Сіздер оқыңыздар. Ояну. Орысшасын перевод. Аха, шаттық. Сен фотоатсың айтпа. Одан кейін барып хат келді айтысы. Сіздерге қазір екі топқа мынандай хат беріледі. Осы хаттың ішінде сұрақ берілген. Сол сұраққа қазір 5 минут дайындап аласыздар. Ол әлеуметтік интернеттен я болмаса кітаптың бірінші беттен аласыздар. Сосын барып сол бойынша ауызша пересказ айтасыздар. Түсінгендеріңізді айтасыздар. Екі топқа мынандай хат беріледі. Қарап алыңыздар. Мынау қазақ тобына берілген хат, ішінде хат бар, қараңыз. Одан кейін мынау ауыз тобына берілген, ішінде хат бар. Сол бойынша қараңыз. Орысша қазақша перевод берілген. Дұрыстап оқисыздар. Дұрыс оқу, сонда өз ойыңызды жазып. Яғни топтасып отырасыздар да барлықтарыңыз. Осыда қандай не түсіндіңіздер, және сол қандай мереке жайлы пересказды айтасыздар. Түсіндіңіздер ғой? Қараңыз, топ болып жұмыс жасаңыздар. Аштыңыздар ма? Түсіндіңіздер ғой, жалпы иә? 139. Жалпы осыдан түсінгендеріңізді топ-топ болып айтасыздар. Осыдан оқыңыздар, сіздер. Жалпы нені жазып, топтың несін жіберші. Ішінде бар ғой. Осыны оқисыздар, сонда осыған жауап жазасыздар. Общий бәрін түсінгендеріңізді айтасыздар. Ал осындағы қалай тойлануы деген, мына жерде ұлттардың тойлануы бар, ауылдың тойлануы бар. Түсіндіңіздер ғой? Осылай жиналған бір адам емес, бір-бірден неден айтасыздар. Сіз мысалы жақсын айтсаңыз, сіз жақсын айтасыз, ол сөйлемге бөліп айтасыздар. Бәріңіз сөйлеулеріңіз керек. Кем дегенде 3 адам сөйлеу керек топтан. Сөйлейді ғой. Сөйлеген. Немесе бір сөйлеммен жазып алыңыз, әрқайсыңыз сосын бір сөйлемді оқысыз, сіз бір сөйлем, сіз бір сөйлем сөйлейді. Басқа. Наурыз ұлттық мереке. Жұма екен наурыз мерекесі білімнің егер күне мереке жырын біліз. Наурыз сәжде халықтарында 5000 жыл бойы азамат келеді. Өте жақсы.
Жалпы наурыз мерекеше түсіндіңіздер, иә? Бұл қандай мереке екенін жаңа видеода да айттық, сіздер өздеріңіз жұмыстарыңызды да жасадыңыздар. Жарайсыздар. Одан кейін келесі топ қазақ тобы сіздер не істедіңіздер? Бастап айтасыздар ма? Келіңіздер, айтыңыздар. Орныңыздардан тұрып. Оннан тұрып келді. Тұрғыч. Айтыңыз. Бұл наурызда жасайтын іс-шаралар, одан кейін Армақала наурыз мерекесі өз күшеді тойлайды. өте жақсы. Өте жақсы. Бұл елде дастархан басына бидайдан жасалған тағам түрлері, халва және ұннан жасалған ас түрлері қойылады. Қазақстанда наурыз мерекесінде көптеген жандар бір-біріне құшақ жая қатыса алады, ал арасында арыздық болса бір-бірін кешіреді, тілектер айтады. Өте жақсы. Жалпы наурыз мейрамы қалай тойланатыны жайлы сіздер білдіңіздер. Яғни алдын ала 10-15 күн бұрын дайындалады екен. Одан кейін барып жаңағы ағаштардың күзін отырғызып, сондай жұмыстар жасайды екен, иә? Ал енді келесі тапсырма суретті құрап, суреттің мағынасын аш деген тапсырма. Яғни сіздерге қазір екі топқа екі сурет беремін. Пазл ретінде оны құрайсыздар, содан барып оның түсінген мағыналарын ашасыздар. Қараңыздар, мына суреттің жалпы құрылысы, сурет осылай шығу керек. Ең бірінші мына топқа берілді, осы пазл ретінде құрастырасыздар, сосын барып суреттің мағынасын ашасыздар. Ең сағаттың соңында аламыз. Мынау бірінші топқа берілген суреттің осындай жалпы құрылысы осы, осыны құрастырыңыздар бір жерге, кітаптан немесе дүниеге әкеліп құрастырасыздар, сосын барып тапсырыңыздар пазл ретінде. Типа они, знаешь, не по бумаге просто. А в этом Осы жайлы құрылысы ол қандай қазақ неге бұны кигізіп жатқан деген Алтыбақан кеткен қыз екі қыз қасында тербетіп отырған бұл бала. Бұл қазақтың ежелгі дәстүрі. Қазақта осындай дәстүр болады. Яғни алтыбақан тербет, одан кейін бұл бала оны тербетіп, осы жерде ұлға өзінің сезім, қызға өзінің сезімін жасайтын болған. Осы жерде шамалы айтасыздар. Жібересіздер, мына жерге келесіздер. Жалпы ендеше бастайық. Назгүл, сен орнынан тұрып, мына ішкі құрылысы жайлы айтып өтші ма? Сен нені құрадыңыздар ғой, иә? Отаны құрадыңыздар, енді осының ішкі құрылысы жайлы айтып өтші ма? Не көріп тұрсың мына жерде? Осыны білесіз. Бұл киіз, сізде ғымжыра, көрпелер, есік бар. Мынау жалпы кигіздің ішкі құрылысы. Мынадан бастап айтыңызшы, шаңырақ. Өте жақсы. Шаңырақ.
одан кейін барып ортасы жан жағына жайылған көрпе, яғни бұл жерде адамдар отырып тамақ ішетін сандық. Одан кейін барып тағы басқа не көріп тұрсыз? Міне қазан ошақ. Ең бастысы өте жақсы айта беріңіз. Кереуеттер тұр, міне адамдар жатады екі жақта. Екі кереует тұр. 4 сандық тұр. Қымыз ішетін, одан кейін тағы да басқа ұлттық неге тамақтар ішуге арналған ыдыс аяқтар тұр, иә? Өте жақсы. Қыздар болса киіммен эффектте серпетеді. Өте жақсы. Мынау қазақтың ежелгі дәстүрінің бірі, яғни ұлдар ұлды көріп түс болады. Қыз екі қызды тербетеді, сосын барып тербетіп, осы жерден бір-бірімен дос болады. Сосын барып көңіл жарастырып, яғни тағы да басқа жолдарға түседі деген секілді. Одан кейін енді көңіл сергіту, бұл көңіл сергітуде қазір көре күйін тыңдайсыздар. Қазір мына жерде істеп тұрса. Қазақтың ежелгі қазақтың жері. Енді қазақтың салт дәстүрлері бейнеленген жаңа жерде көкпар деген секілді ұлттық ойындар. Қазақтың жауға шапқан кезі. Енді келесі кітабымызды ашамыз. Кітаптағы мына 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. 4-ші тапсырма. Өткенде сіздер қарадыңыздар, осы тапсырманы қайтып қараймыз. Қазір бұл тапсырманы қосып істейміз. Міне Өзбекстан халқы және де Түркменстан халқы екі халықтың салт дәстүрлерінің айырмашылықтары мен ұқсастықтары мен диаграммасы арқылы істейміз. Ең бірінші мәтінді оқимыз. Сіздер Өзбекстан халқы деген мәтінді оқыңыздар. Бастап оқыңыз. Сіз мына жерден бастап оқыңыз. Өзбекстан халқы невроз мейрамы бесі 20 күн алдыала дайындала бастайды. Яғни арабтарды қоқыстан тазартып ағаштардың түбін әктейді. Стоп. Келесі жалғастырыңыз. Армақалам көшелі Наурыз мерекесі өз көшесінде тойлады. Мейрам қарасында Наурыз көжеге ұқсап
машықты білдіреді. Өте жақсы. Енді мына жаққа бар. Түркменстан халқы қалай көрейік? Сол жерде өзі ұқсас елсіз ба? Түркменстанда Навруз мейрамы ресей Түркия 1992 жылдан бері аталып келеді. Бүгінде дастархан басында төбелерден жасалған тағам түрлер, халва және оннан жасалған ас түрлері қойылады. Егемен Түркменде ұшынген басты тағам бірі сыбығынан дайындалған семіне болып Өте жақсы. Мәтінді оқыдық, түсінік. Енді келесі жасайтын тапсырмамыз осы мәтіндегі 5-ші тапсырма. Вен диаграммасы арқылы наурыздың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын жасайсыздар. Қазір мен сіздерге екі топқа мынандай постер беремін. Мен қараңыздар, мына постер. Мына постерде Өзбекстан халқынікі. Өзбекстан халқы қалай төлейді? Сол жайлы мына жерге жазасыздар. Сонда Түркменстан халқы қалай төлейді? Сосын екеуінің ұқсастықтарын осы екі ортаға жазасыздар. Түсіндіңіздер ғой? Өзбекстан халқының наурыз тойлауы әдебі жайлы. Қалай тойлайды, қашан дайындалады жайлы жазасыздар. Мына жақта Түркменстан халқының жазасыздар. Сонда екеуінің ортасында ұқсастық бар ма? Сол ұқсастықты осы жерге жазасыздар. Екі тұрықтаға ручкамен жаза бересіз. Шамалы үлкендер нелеріңіздер. Солай жазасыздар. Өзбекстан халқының тойлау дәстүрі қалай сөйлейді? Мына жерде беріп тұрған оларда Навруз деп аталады, мына жерде Наурыз деп аталады. Осы ұқсастықтарын жазасыздар, айырмашылықтарын жазасыздар. Өздеріңіз біліңіздер, неге айта алмайсыздар? Анасының өзінің білсеңіздер, анасының өзінің білсеңіздер. Siz alkışlıyorsunuz. Navruz diye atlar diye. Geliyor yine. Tamam şimdi. Fotoğrafı var.
Сіздің олда экранмен көрініп тұрмыз мына. Көрініп тұр. Отыра беріңіз, өте жақсы. Келесі екінші топ, қазақ тобы, сіздер не істедіңіздер? Келіңіздер, қазір. Сіздер де үш бала шығыңыздар. Aferin lan ya. Sana canım. Ресми түрде бір-бірінің Степан бірінші жылдан бері аталып келеді. Тәмамдалған сенімі болып есептеледі. Осы қандасына қала және онан жасалған әсерлері толады. Наурыз мейрамына Өзбекстан халқының иә? 15-20 күн алдын ала дайындала бастайды. Наурыз көжеге ұқсас сумалап месияхан қалау әзірлейді, яғни алыптарды қоқыстан тазартып ағаштардың түбін әртейді. Ұқсастықтары? Екі танақты да бидайдан сояды. Мына жерге келіңдер, бір тоқтап солай келіп кетті. Мына жерге отыра түсіңіз. Отыра беріңіздер. Ал ендеше соңғы жұмыс біздің сабаққа қорытындылау жұмысы. Бұл біздің капот арқылы тест тапсырамыз. Барлықтарыңыз фотоларыңызды алыңыздар, телефондарыңызды. Бұлар капот кейде жазыңыздар. Қазір капот арқылы тест тапсырамыз. Сіздер бұны тапсырып қоятындар. Капот арқылы Ютубға капотты жазыңыздар. Капот. Телефондарыңызды. Мына пин-код теріңіздер, не пин-код? Қазір 9 тест болады, осы бойынша сабақты қорытындылаймыз. Теріп өздеріңіздің аттарыңызды жазып қосыла беріңіздер. Жәркенова қосылды, Жәркенова, Мазгүл қосылды. Дайын болыңыздар. Білесіздер ғой, тапсырыңыздар. Капот арқылы. Тест басталды. 8-ші сыныптың тесті. Бүгінгі өткен тақырыптарымыз 2 мәтіннен алынған. Наурыз мейрамы қай күні тойланады? Біреуін басыңыздар. 20 секунд уақыттарыңыз бар. Наурыз мейрамы қай күні тойланады? Бұл өте жақсы. Кімға келісті? Диана бірінші болып жүрген екен. Киім, Жәркен, өте жақсы. Келесі. Наурыз мейрамы Қазақстанда ресми түрде қашаннан бері тойлануда? Жаңа қарадыңыздар сіздер. Қай жылдан бері? Почему нужно еще подтверждать? Барлықтарының жауап беру үшін жасалған. Асықпай отыр. Дұрыстап, қаратып жауап беріңіздер. Қай жыл тойланған екен? Үш балаға келеді екен. Кім қателесті? Осы жолы Назыр үшінші келе жатыр, кандидат төртінші келе жатыр. Үшінші сұрақ. Өзбекстан халқы Наурыз мейрамын қалай деп айтады? Өзбекстан халқы жаңа сіздер жасадыңыздар. 2 постер жасадыңыздар. Осы екі постер қараңыз. 10 өте жақсы, бәрі сұрақты жақсы түсінген. Назгүл 2-ге көтерді. Ежелгі жыл санағы бойынша 22 наурызда не болған? 4, 5, 6-дан жауап берген. Өте жақсы молодец. Наурыз мерекесі қандай мереке? Діни, қоғамдық, мемлекеттік, ұлттық.
Наурыз мейрамы орталық Азия халықтарында неше жыл бойы аталып келеді? Өзбекстан халқының наурыз көзге ұқсас тақамы қандай? Қателескен екен. Барлығы 8 қазір күтетіңіздер. Осыны аяқтап последний сұрақ қалды. Түркменстанда наурыз мейрамы қалай аталады? Юг, все. Оны мен ертең немерелеріңізді қойыңыздар. Сумкаларыңызды қойыңыздар.